Бүгін біз опорный точка жайлы айтамыз. Опорный точка не үшін керек? Ол бізде анимация кезінде пайдасын тигізеді. Осы опорный точканы біз орнынан жылжыта аламыз. Ол үшін біз жоғарыда панельде Ban Behind дегенді басамыз. Сол кезде біз опорный точканы өзіміздің қалаған жерге қоя аламыз. Мысалы, мына жерге қоямыз. Егер де сіз дәл центрге қойғыңыз келсе, мына жерде снайпинг деген бар. Соған галочка қойсаңыз, сіздің опорный точкаңыз магнит сияқты точкалерге жабысады. Осылай. Ал снайпинг деген галочка бізге постоянно монтаж кезінде кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін біз снайпингті алып тастаймыз, және де точканы ұстаған кезде біз Ctrl кнопкасын басып тұрамыз. Снайпингтің орнына осылай қолдана аламыз осы панельді. Опорный точканы басқа да жолмен центрге қоюға болады. Ол үшін біз Ctrl Alt Home дегенді басамыз. Ол кезде бізге центрге қойып береді. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта біз текстке анимация жасап үйренетін боламыз.